Бір ауылдың түлеп ұшқан жастары едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспаны едік деген сөздер сізге таныс па? Я, бұл қазақ ұлттық фольклоры мен эстрадасының алтын қазынасы, әрі ең танымал ән Армандастар өлеңінің жолдары. Армандастар ынтымақтастық пен достықтың символы мен ұранына айналған талай адамдардың басын қосып, кез келген кешті жаңғыртатын өнер туындыларының бірі. Ән өте жеңіл, көңіл күйді көтеріп, ностальгия сезімін тудырады. Оны тыңдағанда естелікке айналған бақытқа толы шақты, мектеп, студенттік, балалық өмір сәттерін еске аласың. Армандастар әнінің әсерлі болуы, оның авторларының жетістігі. Армандастар өлеңінің сөзін Нұрсұлтан Әлімқұлов атты ақын, ал әуенін Әсет Бейсеуов деген композитор жазған. Қазақ эстрадасының негізін қалаған, қазақ эстрадасын дамытқан, дүниеге қазақ әніне эстрадалық әуенді енгізген Әсет Бейсеуов. Әсет Бейсеуов 1960 жылы Алматы консерваториясын бітірген Қазақстан халық әртісі. Композитордың ән қорында Гүлдер, Шақырады көктем, Мұңайма, Армандастар және тағы да басқа көптеген музыка бар. Олардың кейбірі түрлі театр қойылымдары мен кинофильмдерге арналып жазылған болатын. Ал Нұрсұлтан Әлімқұлов Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болған ақын. Халыққа кең тараған Армандастар сияқты тамаша әндердің авторы республикалық газет редакцияларында, Қазақ радиосында да қызмет еткен. Нұрсұлтан жазған өлеңінде табиғатта, адамда бірге. Мысалы, замандастардың өзі. Заманды айтып отырып, қазіргі жастардың кәдімгі жақсылыққа, бақытқа, үлкен талапқа ұмтылып жүрген жастар көрсете біледі. Біз сол темппен, сол ырғақпен, сол екпінмен жүре беруіміз керек. Нұрсұлтанның жолын жалғастыруымыз керек. Нұрсұлтан біз дәріптеуіміз керек. Бұл әнді алғашқы рет Сара Тыныштығұлова, ал одан кейін Сұлушаш Нұрмағамбетова, Мақпал Жүнісова, Нұрғали Нүсіпжанов айтты. Армандастарды қазіргі таңда қазақ эстрадалық әншілері және барлық халық ерекше сүйсінушілікпен орындайды. Абзал достардың әнұранына айналған белгілі Армандастар әнінің дүниеге келгеніне 48 жыл болды. Десек те, туынды бүгінгі күнге дейін өз биігінен түспей, жарты ғасырға жуық уақытта талай әншінің өнердегі бағын ашты. 1972 жылы Әсет Бейсеуов достарға арнап бір ән жазайын деп, оны шығаруға ниеттенеді. Жақын досы Досан Жанботаға сөзін жаз деп қолқа салады да, өзі әуенін жазып қояды. Кейін достарын қазақ концертке шақырғанда, сол жақтағы күйсандыққа отырып, жаңа әуенді тыңдатады. Ән көңілден шығып, жоғары бағаланады. Сонда келген құрбы құрдастарының арасында ақын Нұрсұлтан Әлімқұлов та бар екен. Әнді құшырлана тыңдап ұнатқан ол, рұқсат болса, ән мәтінін мен жазайын деп өзі ықылас танытады. Ақын ағаның сөзін аяқ асты етпей, сазгер өз рұқсатын береді. Міне, осылайша жанға жақын халықтың ең сүйікті Армандастар әні дүниеге келді.